Hello children, сәлем оқушылар. Бүгін біздер SMILES 4-ші класстарға арналған People's Book'тан тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бұл жерде 26-ші тапсырманың тақырыбы Save our animals. Жануарларды сақтау. What animal am I? Read and write. People hunt me for my horn. I am rhino. Мені адамдар менің мүйізім үшін аң аулайды. Және олардың мүйіздерін музыкалық аспаптар ретінде қолданады. Және басқа да заттар. I am danger because the Arctic ice is melting. I am polar bear. Мен қауіп астында тұрмын, өйткені мұздар еріп жатыр. Арктикада дейді. Келесі. I am very big, but I am still in danger because people hunt me and destroy the forests my home. I am бұл жануар горилла. Мен де қауіп астында тұрмын, өйткені адамдар ормандарды, ағаштар пайдалану ретінде ормандарды қорытып жатыр. Келесі, there are only 2,200 of me. People are cutting down the bamboo forests. I am panda. Біздер барлығы болып 22,200 біз. Және бізде бамбуктерді адамдар кесіп жатыр. Мен пандамын дейді. Next, there aren't many fish and people pollute the sea. Pollute rubbish. The sea. My home. I am dolphin. Теңізде балықтар көп емес. Және адамдар ол жерге мусорларды, қоқыстарды тастайды. Теңіз менің үйім, мен дельфинмін. Келесі. Сол тақырыпты жалғастырамыз әрі қарай. Сәуле. Look at these amazing pandas. Where do pandas live? They live in forests. Do you know they are in danger? Really? Why? Because people hunt them and destroy the bamboo forests. That's a shame. We must do something to protect them. Exercise 28, read and circle. Did you know rainforest facts? Rainforest ормандар жайлы факт түсінесің бе? More than 50% of the world's animals live in forests. There aren't any forests in Antarctica because it's always cold. And the largest rainforests, the Amazon rainforests in South America. Rainforests give us oxygen. That's why we must protect them. Today, rainforests are slowly getting smaller because people are cutting down the trees.
50%-тен жоғары жануарлар, олар орманда өмір сүреді. Антарктикада орман жоқ, өйткені ол жерде әрқашан суық болады. Үлкен ормандар ол Амазонка орманы, ол оңтүстік Америкада орналасқан. Ормандар бізге береді оксиген деген оттегі. Және сол үшін біз орманды қорғауымыз керекпіз. Бүгінгі күнде ормандар кішірейіп бара жатыр, өйткені адамдар ағаштарды кесіп жатыр. Ормандар жайлы факт, осы 5 факт. Келесі біздегі тапсырма, 30-шы тапсырма read and complete дейді. Жоғарыдағы сөздерді керекті орындарына қоямыз. Kazakhstan is a country with many beautiful wild animals. One of them is the snow leopard. Snow leopards are amazing animals with white fur and black-gray spots. They live in the mountains and in the forests of Kazakhstan. In the past, people hunted them for their fur or cut down the trees, so they didn't have at home. But today, the people in the Kazakhstan are protecting the snow leopard and it is home. That's fantastic. Сөздерді қойып шығайық. Екіде болды. Live in mountains. Үшке. Төртке. Trees. Қазақстанда әдемі жабайы жануарлар өте көп. Солардың бірі қар барысы. Ақ барыстар ақ жүнді және қара сортақтары болады. Және олар Қазақстанның таулы және ормандарды мекендейді. Бұрын адамдар оларды жүні үшін аулаған. Ағаштарды кесіп, сондықтан олардың үйі болмады бұрындарда. Көп аулағандықтан және олар ағаштарды кескендіктен. Бірақ бүгінгі күнде олар ақ барысты яғни қар барысын олар қорғауда. Бұл өте керемет. Қазір оларды ауламайды. Келесі Stonehenge is one of England's oldest monuments. It is about 50,000 years old. But today it is in danger. There are many roads and cars around Stonehenge, and the air pollution from the traffic emissions. These are mysterious giant stones.
Tourists must also be careful when they visit Stonehenge. They mustn't drop litter or jump. We must all try to save these wonderful monuments. Stonehenge Англиядағы ең көне ескерткіштердің бірі. Бұл шамамен 500 жыл бұрын құрылған, бірақ ол бүгінгі күнде қауіптің астында. Өйткені адамдар олардың айналасында көптеген жолдар салған және көліктер жүреді. Көліктер ол ауаның ластануына алып келеді. Сондықтан осы үлкен жұмбақ тастарды зақымдайды. Туристер Стоунхенджге барған кезде өте сақ болуы тиіс, олар қоқыс тастамауы және сағыз тастамауы керек. Біз бәріміз қосылып, тамаша ескерткішті сақтауға тырысуымыз қажет дейді. Бұл Англиядағы үлкен тастар. Олар мыңдаған тонна шығады бір тастың өзі. Snow leopards were in danger because car because the people hunted them. Stonehenge is danger because people threw litters and or jump. Келесі мұны барлық өтілген тақырыптар бойынша тапсырмалар. Salt and pepper ол 0, 0. Cabbage, капуста 0 болады, F. Оған бір деп қоямыз, bitter F. Mayonnaise 2. Mustard горчичница ол болады, 3. Sausage 4. And then лапу ол 5. Оқушылар видеоны пауза қойып көшіріп алуға болады. Next exercise 2, read and underline. Біз дұрыс жауаптарды белгілейміз. Can you buy me a loaf of bread? Please. There is some yogurt pot in the pot. Then are 2 bars of chocolate, bottles of cola, and a carton of juice. Here is a complete Mom is cooking. Mom is cooking dinner for us. The children are making salad. Look, the koala is climbing the tree. Бұлардың барлығы present continuous tense болады. Climbing tree. We are visiting zoo with our class today. Hannah is buying some snacks for his party.
Келесі. Some, any, a немесе and'ді қоямыз. We haven't got бізде сұралы және болымсыз сөйлемдерде any'ден пайдаланамыз. Бұл жерде any, there is an egg. I have got a juice. Some juice. And I want a jar of jam. Is there any cheese in the fridge? Холодильникте сыр бар ма? Қандай да сыр бар ма? We haven't got any milk. Бізде ешқандай сүт жоқ. Are there any biscuits in the packet? Мына пакетте печеньелер бар ма? There is an egg in the fridge. Мұнда холодильникте жұмыртқа бар. I have got edges for you. Менде саған сок бар. I want some jar of jam. Мен ыдыста варенье қалаймын. Ыдыста варенье қалаймын. Complete the sentences need to about yourself. Next week, I am going to go shopping. Next week I am going to go shopping. Келесі апта мен шоппинг жасағалы жатырмын. Және келесі сенбі мен әжемнің үйіне барғалы жатырмын. Ертең мен go to the party. Мерекелік кешке барғалы жатырмын. Және соңғысы бүгін түнде ертелі ұйықтағалы жатырмын. Tonight I am going to sleep early. Біздер барлық тапсырмаларды орындап болдық. Оқушылар, егер де сендерге видео пайдалы болса, ұнаған болса, каналға лайк басамыз. Және комментарий қалдырып, тіркеліп тұрамыз. Goodbye. Сау болыңдар.